Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Құрметті арулар, егер сіздерге 10 саусағынан өнер тамған жігіт керек болса, мен сіздерді осылай бағдарламасында асыға күтемін. Осы сілтемеге басып, жазсаңыз болады. Нұрке, қалайсыз? Бізде бәрі жақсы. Үміткермен таныстық жүріп жатыр. Иә, жүріп жатыр. Жалпы қалай енді? Кездесу болып жатыр ма? Иә, кездесу болып жатыр. Кездесіп, күніге сөйлесіп, енді әзірге көңілден шығып жатыр. Барлық күшті. Стоматолог сіздікі? Иә. Күшті. Енді бүгінгі күнге көрерменге бір тілек тілеп жіберсеңіз. Бүгінгі енді баршаңызға қайырлы күн болсын, күндеріңіз сәтті өтсін. Удачного дня всем. Мен образын сұрамайсыз ба? Образыңыз күшті болып тұр, көрсетіп жіберсеңіз. Күшті. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалайсыз? Жақсы. Бәрі Сіздің айфоныңызға подсвет кейін алған ма? Күшті болып тұр, иә, соны мен де байқап тұрмын. Жалпы таныстық қалып жүріп жатыр. Таныстық, оны айта берейін ба, әлде эфир барысында Жоқ, жалпы енді былай. В целом айтатын болсақ, әдемі, маған ұнап жатыр пока. Күшті. Сіздерде бәрі күшті, бәрі керемет. Иә, барлығы күшті. Бір сөйлей алмай қалғаныма қарағаныңызда байқап тұрған Енді бүгінгі күнге көрерменге тілек тілеп жіберіңіз енді. тілек. Иә, бейсенбі. Иә, құрметті көрермендер, тек қана бүгінгі емес, жалпы өмірлеріңіз сәтті болсын, ауырмаңыздар, шаршамаңыздар, шаңырақтарыңызға шаттық, табалдырықтарыңызға береке үймелесін деп бір тілек білдіргім келеді. Қайырлы күн. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам, қалайсыздар, амансыздар ма? Бәрі жақсы, көңіл-күй қалай? Көңіл-күй өте керемет. Бүгін бейсенбі, ертең жұма. Бүгін ертең 2 күн қалды. Енді бұйырса эфирден кішкене демалатын шығармыз деп отырмыз. Үміткерлерімізге көңіл бөлгіміз келіп отыр. Сол? Жалпы көрерменге бір тілек тілеп жүрсең. Көрермендерге жалпы эфирді көріп жүрген әртүрлі аудиторияда бар ғой бізде. Жастар бар, орта буын бар, үлкен кісілеріміз бар. Енді көбіне үлкен кісілеріміз, аналарымыз көп көреді. Аналар аман болсын дегім келеді. Көретін әкелер де бар. Сол осы жерде барлық сол үлкен кісілердің тілектерін, ниеттерімізді тыңдап отырамыз, айтқан ойларын тыңдап отырамыз. Егер біздің бір кем-кетіктеріміз болса, сіздер көз жұма қараңыздар, бірақ сіздердің ақыл кеңестеріңізді әрдайым осы эфирда жарыққа шығаруға тырысамыз. Сондықтан да отбасыларыңыз аман болсын, жалпы еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын дегім келеді. Қалай Жана ханым? Тамаша. Көңіл-күй? Бүгін керемет болып тұр көңіл. Қазір ислам сізге үміткер шақырамын дейді. Ассалаумағалейкум, қазағымның жұдырығы тоқпақтай, жауырыны қақпақтай ер азаматтар, сіздерге шиелінің, сыр елі, жыр елінің қас сұлуы керек болса, төмендегі нөмерге хабарласыңыз.